Көп жағдайда ұсақ-түйектеп елемеген жайттардың кесірінен ауруға бой алдырып жатамыз. Мына кеңестерге көпшілік көңіл бөлсе екен деймін. Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз денсаулық туралы болмақ. Тісті, көзді, құлақты және тағы басқа ағзаларды сақтау, яғни пайдалы кеңестер. Бірінші, тіс щеткасын жиі-жиі тазалап тұру керек. Тіс тазалағанда тіс щеткасы түрлі заттарды жұқтырып алады. Оның үстіне күн түспейтін орында тұратындықтан микробтанып қалады. Сондықтан тіс щеткасын 15 күнде бір тазалап тұру керек. Екінші, бір орынға тесіліп қарамау керек. Бұл компьютермен көп шұғылданатындарға қатысты. Компьютер экранына көп тесіле қараса, көз жасаурау, көру қуаты әлсіреу сияқты ауруларға шалдықтырады. Үшінші, телефонды құлақ пен мұрынның арасына қысып тұрып сөйлемеу керек. Төртіншіден, жастыққа бас қоя ұйқыға кетпеу керек. Кейбір адамдар күй-жай талдамастан жастыққа бас қоя ұйқыға кетеді. Мұндай болғанда дене толық демалмай кейбір ауруларға соқтыруы мүмкін. Бесінші, аяқтың ісінуі. Аяқ үнемі ісетін болса, қан тамырының тосылуы болып табылады. Мұндай болғанда дереу емханаға көріну керек. Әйтпесе, өкпе қызметінің төмендеуі сияқты ауруларға әкеліп соқтыруы мүмкін. Алтыншы, сілекей ағу. Көптеген адамдардың ұйықтағанда аузынан сілекей ағады. Олар басқалардан көріп қалуынан ыңғайсызданып, бұл жағдайды көбінде айтқысы келмейді. Бұған бейжай қарауға болмайды. Бұл нерв жүйесінің тосылғанынан дерек білдіреді. Жетінші, көру қабілетінің төмендеуі. Көзі бұлыңғырлану, көзі құрғау, анық көре алмау сияқты көру қабілеті төмендеудің бейнесі болып табылады. Бұл бауыр қызметінің нашарлауынан хабардар етеді. Сегізінші, тамаққа деген тәбетіңіз артып кетсе, қанша көп тамақтансаңыз да салмағыңыз төмендеп кетсе, немесе суды ішкен сайын кіші дәретіңіз көп келсе, бұл диабет ауруының белгісі болмақ. Тоғызыншы, бұл асқазан ауруы әлде жүрек ауруының белгісі ме? Егер сізде бұрыннан асқазан ауруы бар болып, енді асқазаныңыз қайталай ауырса, бұл қарапайым асқазан ауруы деп қалмаңыз. Әдетте жүрек ауруын тудыратын асқазан ауруында асқазан қатты ауырып кетпейді, тек қарныңыз ашпағандай сезінесіз. Кейбір кезде жүрегіңіз аздап айниды. Бұлар жүрек ауруын қозғайтын асқазан аурулары. Оныншы, қолдың терлеуі. Жастарда көп терлеу жағдайы байқалса, бұл денсаулықтың қалыпсыздығын білдіреді. Әйелдерде алақан және дененің қызуы, терлеу ахуалы байқалса, бұл бүйрек қызметінде бір мәселе бар екендігін хабардар етеді. 11-ші, таңертең тұрғаннан кейін бас айналса, мойын омыртқа сүйегінің қалыңдауы немесе қан жабысқақтығы жоғарылауы сияқты ауруларға душар болған болуы мүмкін. 12-ші, таңертең орнынан тұрғанда бет іссе, әрекеттенгеннен кейін 20 минутқа дейін ісік қайтпаса, онда бүйрек ауруы немесе жүрек ауруынан хабардар білдіреді. 13-ші, таңертең тұрғанда жүрегі ауырып, лоқсу жағдай жалғаса берсе, онда созылмалы асқазан қабынуы немесе бауырда кінәрат бар екенін көрсетеді. 14-ші, таңертең тұрғанда кіші дәрет қызғылт болса, бауырда қалыпсыздық бар екенін білдіреді. 15-ші, таңертең айнаға қарап бет терісінің өзгерісін байқау керек. Егер бет қызара түскенін байқасаңыз, онда жүрек ауруы немесе жоғары қан қысымымен қатысты екенін білдіреді. Егер бет терісі сарғайса, оның үстіне дене салғырттанса, онда сарғаймалы бауыр қабынуы болуы мүмкін. Егер көзде қанталау, сарғаю сияқты өзгерістер болса, дереу емханаға барып тексерілу керек. Егер теріңіз ағарса, темір жетіспеу характерлігі қаназдық ауруына шалдыққаннан дерек білдіреді. Егер көз мүйіз қабығында бұлыңғырлану болса, жүректе кінәрат бар екенін білдіреді. Егер 30-50 жас аралығындағы ерлерде болса, дереу емханаға барып тексерілуі керек. 16-шы, тісті тазалағанда демнің иісіне көңіл бөлу. Тісті тазалағанда тістің түбінен қан шықса, онда тістің түбі сыртқы қабатының ауруы болып табылады. Тістен қанның шығуы бауыр ауруымен де қатысты болады. Бұл жағдай созылмалы бауыр ауруына шалдыққан науқастар арасында кездеседі де, онымен қоса мұрыннан қан кету сияқты ауруға шалдыққандарда пайда болады.
Мұның ең басты себебі бауыр жасушалары зақымға ұшырағаннан кейін бауыр қызметі әлсірегендіктен болады. Әдетте тіс қансырап, бауыр қабыну ауруына шалдыққан адамдар СК дәрумендерін және басқа да қан тоқтататын дәрілерді тұтынып, ауруды бәсеңдетуге болады. Тағам тұтынудағы ауру белгілері. Бірінші, егер үнемі шөлдеп тұрсаңыз, онда қандағы қант құрамын тексертіңіз. Қантты несеп ауруының бар жоқтығын тексеру керек. Екінші, егер таңертеңгі сағат 4-5 мөлшерінде тұрғанда қарын ашу, оның үстіне дәрменсіздену пайда болып, таңертеңгі тамақтан кейін осы белгілер жоғалса, онда қантты несеп ауруынан дерек білдіреді. Үшінші, егер майлы тамақ тұтынғаннан кейін құрсақтың жоғарғы бөлімі ауырса, бауыр ауруына шалдыққаннан дерек береді. Төртінші, егер тамақтанбай тұрып майлы тамақты көргенде жүрек айнитын болса, дәрменсіздену пайда болса, бауыр қабынуы болуы мүмкін. Бесінші, ауыз құрғап тіл тамақтың дәмін айыра білмесе, онда жүрек ауруына шалдығудың алдын алу керек. Алтыншы, егер тамақтанғаннан кейін үнемі асқазан ғыжылдаса, қарыны кепсе және құрсақ бөлімі ауруы сияқты белгілер байқалса, онда көбірек жаңа көкөністерді жеп, 3 уақытқа тамақтың жеңіл болуына, оңай сіңірілуіне көңіл бөлу керек. Жетінші, егер саусақ ұшы саусақ буынынан да жуандап кетсе, онда қатерлі өкпе ауруына шалдыққанның белгісі болып табылады. Сегізінші, егер қол сыртқы көктамыры шодырайып шығып, оның үстіне жастың ұлғаюына ілінсе, тіпті де көрнекті болса, жүрек ауруынан дерек береді. Тоғызыншы, жатып оқу кейбіреулердің әдеті, бірақ мұндай әдет ұйқыға ғана зиян шектіріп қана қоймай, денсаулыққа да зияны ауыр болатындығы байқалады. Кітапты құмарта оқитындар кітаптың мазмұнына беріліп кетеді де, оқып болмайынша кітапты тастамайды. Мұндай кезде ми жұмыс істейді де, адамның ұйықтауы, демалысы ықпалға ұшырайды. Сонымен бірге кітап журналдарды төсектің қасына, яғни бас жағына қоюға болмайды. Кітап журналдарға оңай шаң тозаң қонатындықтан, ұйықтағанда тыныс алатын ауа бұзылады. Денсаулық жөнінен алып айтқанда, ұйықтар алдында кітап оқудан көзге зиян тигізеді. Сондықтан төсектің басына кітап журнал қоймаңыз. Ұйықтаудан бұрынғы 10 минут ішінде кітап оқымай, көзіңізді жұмып демалтыңыз. Сонда ғана көзді жетерлік демалтуға болады. Күләш Молдағалиева, емші, баспасынан. Қадірлі оқырмандар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, төменге пікірлеріңізді қалдырып, лайк баса кетсеңіздер екен, және видео ұнаған болса достарыңызбен бөліссеңіз екен. Ол каналдың ары қарай дамуына септігін тигізеді. Менің видеоларымның 55%-ын каналыма тіркелмей көреді екен. Еңбегімді бағалап кетсеңіздер екен. Сіздерге пайдасы тисін деген ниетпен мен әртүрлі тақырыпта интернет желісінен, баспасөз беттерінен, не өзім білетіндерден, не бір қызықты деректерді, пайдалы кеңестерді, танымал адамдардың өмірлері жайлы әртүрлі мәліметтерді әрдайым салып отырамын. Көптеген қызықты деректерді, керекті мәліметтерді жіберіп алмас үшін ұмытпай каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Сіздермен бірге болған Сізге керек арнасы.